Ең бірінші PowerPoint жұмыста біз A4 размерін қоюдан бастаймыз. Алдыңғы видеода дизайн дегеннің ішінде тұр менде, иә. Сондықтан сіздерге қарап алыңыздар деп жатырмын. Менде қазір конструктор дегеннің ішінде тұр. Өйткені новый программа орнаттым. Осының ішінде размер слайдер деген бар. Настроить размер слайдер. Бізде тік формат кімдеріне осы жерде неге высотасы 29-7 ұзын жағы, ширинасы 21. 21 деп өзіңіз жаза бересіздер, өзі осылай настроить. Ол қате болып шектелмейді. Егер сізге альбомный керек болатын болса, ол кезде мына биіктігін 21, ал высота ширинасын 29-7 деп аласыздар. Сол кезде ровно A4-дің размері просто альбомный форматта болады. Бізде книжный болып тұр, иә. Енді егер сіз осы 3-4 шығаратын болсаңыз, неке формат рисункада 3-4, неке биіктігі 4, ені 3 деп тұр ғой. Мен A4-дің размерін дұрыс қойғандықтан ол осылай шығады. 3-4 болып қазір шығарғанда шығады. Ал сіз A4 размерін қоймай, просто PowerPoint-қа кіріп жұмысыңызды бастап кетіп, мынаны 3-4 қылып қойсаңыз, ол кезде ол A4 размері болмағандықтан, ровно 3-4 сурет болып шықпайды. 5-3, білмеймін, әртүрлі размер болып кетуі мүмкін. Сізге ровно 3-4 сурет паспортқа жапсыруыңыз керек, сіз жаңағы документацияға, иә. Сондан 3-4 размер шығарамыз. Енді ары қарай бізде не нәрселер бар? Ең бірінші мінекей главный. Главныйдың ішіне неке вставить дегенді. Егер мен бір жақтан алып, сурет алып келіп, копировать деп қоятын болсам, сол кезде мынаны басып, неке фотоны басам, вставить деп осы жаққа фотоны түседі. Тоже 3-4 сурет, маған офистік суретте берді, бірақ A4 размерде берген көрдіңіздер ме? Мен соны осылай 3-4 қылып кішірттім. Мынау қазір бізде неке 26-да 21 болып тұр размер. Ол вставить. Сосын мынау создать слайд. Неке әртүрлі тематикада шығаруға болады. Мен тек қана пустой слайдты қолданамын. Өйткені тек қана көрнектілікке қолданамын. Содан кейін жаңадан шыққан программалар, PDF-пен жұмыс жасайтын. Вставка, вставканың ішінде таблица қоятын бар. Жерде менің ішінен, устройствоның ішінен, компьютердің ішінен сурет қоятын бар. Бірақ оның бәрін мен тек қана бүйтіп папкіден әкеліп, вставить деп қоя саламын. Копировать деп. Вставить деп осылай. Сосын мына шетінен ол кішірейеді. Мына жерінен үлкейтіп кішірейте аласыздар. Экранға сыймай жатса, қолдануға ыңғайсыз болып жатса, кішірейтеміз. Мен кеше раскрасканы осылай мына шетіне кішірейтіп, раскраска суретті мына жерге қойып қойдым да шығардым. Сосын рисование тоже жаңадан шыққан, оны қолданбаймын. Конструктордың ішінде осындай менде дизайндар бар, қолданатын болсақ, бірақ қазір мен оларды қолданбаймын. Сразу жасанды интеллектпен осы фонға келетін картиналар жасатып аламын да бірден слайдқа көшіп кетемін. Переходтар. Бір слайдтан екінші слайдқа ауысқан кезде. Неке мына жерге қоятын болсақ, келесіретке осылай ауысады. Әрқайсысын өздеріңіз басып қарап көрсеңіз болады. Неке падение, вспышка, фигура, случайные, штара, жалюзи, әртүрлі болып күшті болып ашылады. Еще оның әрқайсының параметрлері оң жаққа, сол жаққа дейтін. Тематикаңызға сай істейді. Сосын анимациялар. Бұл анимацияларды біз интерактивті сабақтарда қолданамыз. Мысалы, мынау бізге қозғалғанын қалаймыз ба, оның осы жаққа осылай секіріп келгенін қалаймын. Немесе тұрған жерінен керісінше секіріп кетіп қалғанын қалаймын. Қызыл болса кетіп қалу, жасыл болса келу. Мынау тұрған жерінде түстерін өзгерту, сары. Ал мына жерде жасыл, қызыл, сары. Мынау неке линия бойынша қозғалу. Мына жерден мына жерге қозғалғанын қалаймын ба, бір линияны басам.
Содан кейін оның шетін алып өзгертемін. Бұның барлығы интерактивті ойындардың сабағында бар. Мектеп PowerPoint-тің ішінен көрсеткен сразу көрсетіп кетеді. Мен қақ ортасына осы жерге келгенін қалайын бар. Ашам. Мен қалаған жерге бар. Сосын слайд-шоу. Мына жерден сначала деп ашуға болады. Мен мына жерден пока слайдпен аша қоямын. Записьтерді жасауға болады. Тоже новый программасында бар. Бірақ қатты сапалы түсірмейді бұл. Мен мына экранның записін жасау үшін мына Bandicam программасын қолданамын. Мыналарды мен қолданбаймын. Мен қолданатын осы главныйдың ішінде, вставканың ішінде, конструктордың ішінде, переход анимацияның ішінде болды. Переходты да қатты қолданбаймын, бірақ для интереса, жаңа сабақ ауысқан кезде әдемі болу үшін қолдануға болады. Оны қайтадан алып тастаймыз. Переходды. Сосын мына жерде файл бар. Файлдың ішінен сохранить как деп рабочий столға мынаны сақтап аламыз. Документімізді. Менде сақталған, қайтадан сақтаймын. Сохранить как, неге рабочий стол. Сосын тек қана бір бетті фото қылып сақтауға болады. Мысалы, мынау маған фото түрінде керек болса, біреуге фото түрінде жібергім келетін болса, сохранить как, рабочий стол, JPEG форматта, яғни фото деген сөз JPEG деген, JPEG форматта сақтап аламын. Все слайды или только этот, маған тек мысықтың суреті H4 форматта сақталғаны керек. Қана сурет, бір сурет болып сақталды, көрдіңіздер ме? Осыны жіберуіне болады. Сосын файлдың ішінде тағы бізде печатымыз бар. Болды, қалғаны қатты маңызды емес. Мен жиі қолданатындарым печаттың ішінде настройкалары бар. Устройство принтера. Мына жерде мен премиум глосс немесе матпенен шығарамын. Простая бумагамен шығарамын. Мынау сол глянцевый қолданатын, качествосын жақсартатын настройкалар. Мына жерде цвет, черный белый цветной. Сосын мына жерде мінекей. Осы бір H4 бетті 2-ге бөліп шығару A3 4-ге бөліп шығару 2-да 2 дейді, көрдіңіздер ме? 3-та 3, 9-ға бөліп шығару 4-та 4 бар. Сізге осы жерден шығарсаңыз болады мына бетті. Немесе жоқ, бұдан да көп қылып шығарғым керек десеңіз, оны сайтпен шығаруды көрсетемін. Екінші слайдты шығарам, үшінші слайд шығарам, тек қана төртінші слайдты шығарам. Тек қана глобус шығарам. Немесе мынаны баспай жолын жіберсеңіз, ол кезге мына 52 слайдтың барлығы бірге шығатын болады. Бір копия, 2 копия, 3 копия деп мынаны неше штуктан шығарасыз, соны шығарасыз. В целом осы PowerPoint-тың іші. Жұмыс жасау барысында тезірек танысыздар практиканың кезінде. Сондықтан кіріп қараңыздар өздеріңіздікі. Сосын менде мынандай болып тұр, мен мынаны былай істейін деп едім, оны қалай істейін деп сұрап алсаңыздар болады. Мына жерде ең маңызды нәрсені айтуды ұмытып кеттім сіздерге. Например, бір суреттің настройкасын жасауымыз керек болады. Сол кезде үстіне 2 рет бассаңыз, формат рисунка шығады. Немесе осылай айтқан кезде ол формат рисунка шықпайды, көрдіңіздер ме? Мынаның үстін басқан кезде шығады, потом барып соның үстін бүйтіп бассаңыздар болады. Содан кейін тоже бұл сабақтардың ішінде бар, осы түртіп айтып кетіп жатырмын. Сабақтарды қараңыздар.
удалить фон дейтін болсақ, бұрын біз удалить фон деп жанындағы фондарын өшіретінбіз. Қазір оны тоже мен жасамайын, керектігін алып тастаймын, иә. Но настройкалары бар, осындай черный, яркылау қылып, ашықтау, әдемі қылу үшін суреттерді. Цвет. Сосын мынаны қатты қолданбаймыз. Рамка жасайтында мына жерде мінекей қызылмен қоршалған. Бұндай қылып жасауға болады. Толщинасын қалыңдатып. Сол суреттің рамкасы, границасы. Нет контура деп решеткамен басқа жерден түс алып, соны таңдап, осы жасылмен қорша деп сөйтіп істеуге болады. Таңдаған түсіне байланысты қоршап береді деген сияқты. Нет контура. Немесе мына жерде мінекей көлеңкесі, отражениесі төмен қарай. Подсветкасы жаңағы не сияқты, граница сияқты, бірақ уже подсветка. Әдемілеу болып тұрады. Сглаживание суретті бүйтіп болдырады. Подсветка жоқ болса, мінекей болдырып кетеді жан-жағы. Сглаживание алып тастаймыз. Сосын рельеф, әдемі томпақ, осындай қырлы-қырлы болып тұру үшін кнопкалар жасасаңыз, сол кезде істеуге болады. Интерфейс слайдқа. Сосын мына жерде мына суреттің уже былай қойылуы. Бұларды мен жиі қолданбаймын, бірден айтып өтейін. Просто формат рисункының ішінде осындай өзгеріс кіргізетін заттар бар. Сосын мынау мінекей оңға солға бұруға, отверталить етуге арналған. Осыны жиі қолданамын. Сосын обрезать деген артық мінекей. Менде мынадай жері болды, оны мен обрезка жасап тастадым, көрсетемін. Глобусын алып қалдым екен, маған ұнайтын глобусын сурет шықпады. Интернеттен осылай болып алдым да, ортасына жер шарын алып қалдым. Сосын мынасын бөліп, мына қойдым оны. Сосын формат рисунка және обрезать по фигуре деген бар, үш бұрышты қылып жасауға болады. Немесе обрезать по фигуре бұрышты қылып қиюға болады. Потом мына жерде пропорцияны 1:1, 2:3, 3:4 деген сияқты қылып қиюға болады. 3:4. Мен овал қылып тастағанмын. Овал таңдағанмын. Сосын мына жерден тоже жаңағыдай размерін өзгертіп 27-37 деп өзгерте беруге болады. Немесе просто обрезканы басып, өзіңіз қалаған жерін